не десе біздегі ғылыми негізі, совет кезіндегі ғылыми негізі сол кезде қалған, ол кездегі мемлекеттік тіл статусы болған жоқ қазақ тілі. Қазіргі сол статус бойынша сол өзгерді, негізі өзгерді. Сондықтан институт ашып тиісті. Екінші мәселе латын алфавиті. Ол латын алфавитке көшу қазіргі уақытта мүмкін емес. Ол өте қауіпті мәселе. Біздің жаңа мақсатымыз Байтұрсынов уақытындағы тіл ахуалдық мәселесіне жақындау керек. Сол жаңа Байтұрсынов зерттеген жаңа жұмысына сәйкес сондықтан қазақ мектептерде араб алфавитін оқыту тиісті. Ескі түркі алфавитін оқыту тиісті. Сондықтан латын алфавиті оған қайсына қарсы шығады. Ол жаңа қосымша әліпби, қосымша жаңа не болады. Қиыншылық болады. Сондықтан қазіргі уақытта араб алфавитін оқыту қазақ мектептерде оқыту керек. Сосын жаңа Байтұрсыновтың жаңа көп зерттелген жұмыстарын қазір насихаттау керек. Соған жарайды.